армысыздар құрметті әріптестер. Сіздермен бірге зерделі брифинг. Бүгін сіздерге алып келіп жатқан жасайтын яғни ол нейрожүйеге жатады, яғни негізгі суреті мынандай болып табылады. Бұл нейрожүйе қызметі ChatGPT сияқты. Яғни бұл сіздерге мынандай мүмкіндіктер береді. Бірінші, жазба жазу, сақтау, тапсырма жүйелерінде жоба басқару, дерекқор, AI функциялар, яғни командалық жұмыс, яғни бэкграундпен бірге жұмыс жасауға болады. Жоба басқаруға, тапсырма, есеп жүргізу, мақсатты бюджет, әдеттегі күнделікті жүргізу, мысалы бір нәрсені жасау, оларда сабақ жоспарын жазу сияқты мүмкіндіктер береді. Енді бұның ең басты артықшылығы сіздерге қазіргі таңда авторлық жұмыс немесе әдістемелік нұсқаулық деген сияқты заттар ғой, жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Яғни қазір енді сайт лайырлатын, қазір мен сайтын қосып салған ютубқа логин дейміз. Осылай тіркелесіздер. Бұлар адам негізі операция жасау керек еді. Жарайды. Бұл не сіздерге 14 күн тегін болады. Яғни 14 күн сіз осымен тегін жұмыс жасай аласыз. Бұл жүйелерде мынандай нәрселер қарастырылған, жаңағы күнтізбелік, гемоглобин, Google Meet сияқты. ChatGPT-мен авторлық жұмыс жаздық деп айтайық. Жарайды, осы салсайын. Бірісін жазған авторлық жұмысын мысалы былай нақты авторлық жұмыс жасап беріңіз және ерекшелік қойсын. Жолданып отыр, документ толып жатыр. Қазір сіздерге пайдаланушының мынандай алғансын деп жіберді. Тақырыптағы жетісі оқушылардың қоғам, логика және ойлау жұмысы, математикалық зерттеуді алып қарызын біріктірудің соңғы технологиялық қолдау бет жасап берейін. Негізі бұл жасап отқан компания сіздерді ойлап тапқан, яғни мен мынандай бір негізі берген кеңесі мақала. Бұл мақаланың барлық жері бұл нейрожүйе жасалған 100% жаңағы авторский неден плагиаттан өте алды. Қандай платформа қолдануға, қандай не жасауға, әрқайсысын жеке-жеке сценарий бойынша жасап сізге ұсынуға, сіз сол сценарий бойынша оны өзгерте аласыз. Сонымен бірге авторлық жұмыс жасап берді, яғни авторлық бағыт нәтижесін логикаға ойлау және зерттеу талаптарын дамыту. Келген адамға түсінік қатыр, олардың міндеті кіретін нәтижесі бағдарлама құрылымы. Тақырыптар бірінші тақырыптағы екінші модуль бойынша 8 сағат, үшінші модуль 8 сағат әр модульға жеке әсемдіктер бақылау, жаңағы қандай цифрлық құралдармен көрсетіп беріп отыр. Жаңағы жұмыс формасы жеке зерттеу топтық дейді, бағалау нәтижесі дейді. Қандай критерия зерттеуден төрт кішкентай не жасау керек, проект жасау керек, әдебиеттер сынақ қосымша деген сұрақтар дейді, сыбағасы біледі дейді. Математика дейді мысалға. Яғни бүкіл қосымша жаңағы нелердің сізге толық сценарий жазып береді.
қараңыздар, нақты әдемі жасап беріп отырса сіздерге сайтпен қандай мысалы қандай проблема негізі технология қандай екенін бәрін түсіндіріп беріп отыр да негізі. Мотивация, зерттеу, осыны біздің тақырып қою жұмысы осыны неліктен ерекше екенін көрсетеді. Бағдарлама жеткілікті нәтижесі қандай екенін көрсетеді. Мен қазір осы бойынша жасап еді. Недегі қиындық жоқ. Жалпы қандай дүнием сосын жүйелі болмақ. Сіздерге деген екен, осы жазыңыздар, комментарий жазыңыздар. Не жазсаңыздар. Авторлық жұмыс жасайтын істеріңізбен